Дәл қазір әр қазақтың үйінде теледидар мен тоңазытқыштың соғысы жүріп жатыр. Теледидардан экономикамыз қарыштап өсуде дейді, ал ас үйге барып тоңазытқышты ашып қарасаңыз, жағдай аса мәз емес екенін көреміз. Неге? Бәлкім біз экономиканы дұрыс түсінбей жүрген болармыз. Иә, шынында да экономика аса күрделі, әрі құпияға толы жүйе. Бұл жүйеде үлкен мүдделер айқасы жүріп жатыр. Елдер экономикасы, өсімі мен құлдырауы, алпауыт корпорациялардың адам сенгісіз аппетиті, банктердің айла-шарырға құрылған кредиттік жүйелері. Әрбір қазаққа осы қатыгез экономикалық жүйеде лайықты ғұмыр кешу үшін экономикалық білім қажет. Себебі білім бұл күш. Білім деп аталатын күшке ие болу үшін осы күрделі жүйеге терең ену қажет. Алайда біз бәрін жеңілдеттік. Сіз үшін қарапайым экономика арнасы аса күрделі саналатын экономикалық жүйелердің заңдылығын, әлемдегі және Қазақстандағы экономиканың шынайы хал ахуалын, экономикасы озған және толық күйреген елдер жайлы, тұлғалар, олардың жетістігі мен экономикалық қателіктері туралы айтамыз. Міндетті түрде арнаға тіркеліңіз, экономикалық сауатты болыңыз. Қарапайым экономика арнасының әр видеосын көріп, лайк басып, өз ойыңызды комментарийге жазыңыз. Себебі сіздің белсенділігіңіз өзгелердің де экономикалық сауатты болуына жәрдемдеседі. Қарапайым экономика арнасы маса болып әр қазақты оятады. Жетістікті тағдырдың сыйы деп, ал кемшілікті табандылық пен еңбектің аздығы деп қабылдаймыз. Қарапайым экономика арнасына қош келдіңіз.